еңбек сіңірген ишмери Райымжан Курбанов сахнада. Ey жанандар, ерендер, бектер жана берендер, ел баштаған кемеңгер, мейлің жақыр, мейлің бақыр, мейлің батыр, мен қырғызмын дегендер. Соғыл келгенім жоқ бұл жерге, соғылым бар, айта тұрған сіздерге. Bir ата жұрт, bir асаба, bir ажуы бар бір елде. Анам мұны біліп ал, құлағыңа сырға қылып иліп ал. Ардамдың ар башқаша дini бар. Ар башқаша дили бар, бирок билген, бир улуттун бирден гана тили бар. Билген, муну билип ал, эй жанандар, эскертерим серге, эгер чындап кызмат кылам десе, ким элге сүйсүн тилин, сүйгөн жагын сүйгөндөй, буйсун тилге, перзентине күйгөндөй. Эл ичинде эселек бар, эсер бар, ыймансыз бар, жана ырыс кесер бар. Жақшы білбей қырғыз тілін жарды деп, жанын жеген безер бар, ең жұғышты кесел бар. Ей қырғызым, кім деп айтам, қырғыз тілін жарды деген балаңды, жарды емес қырғыз тілі, тап өзінің жарды үйлес қараңғы. Тегіл ошол қырғызмын деп, қырғыз үшін қызмат қылчу адамды жоқ қалайық. Өзден шыққан сасып қылар, сатқын емін аларды. Толбайың сындаған тіл, Арыстанбек ырдаған тіл, Маразбан сөйлеген тіл, 22 қылым бойы қырғызды алға сөйлеген тіл, жарды тілге қалайық. Ел атасын баттаған тіл, кесер башы сақтаған тіл, еті құнда құтқартқан тіл, егешкен жұмшатқан тіл, қан төгіні тоқтатқан тіл, қасташқандар достышқан тіл, жарды тілге қалайық. Санап, кете бергеп, сан ұйырғы жете бергеп, ушул тілде, жарды тілдеш, ары жағы, келе соғылық, бері жағы, теке берлік. Улутымдың улымын деп, улайым десең ұшығын, өзгөрден қалып қалбай, өссім десең тұқымым, елі тілге толық бойдың беру керек оқуғын. Басмаланы башқа тілге, жиындағы сөйлөнбөсө, аймағында жашаған ел, азаздап үйренбөсө, көшө тілгін, деңгерінен көтербөт тіліміз, тілөспөсө, қайдан өсөт тіліміз, атың қырғыз, затың башқа, өзің қырғыз, сөзің башқа, динің қырғыз, тілің башқа, бойдың қалсын демесең, жиындарда, құрылтайда, шоғылышта, жолығышта, ажоң баштап, қожоң боштап, өз тіліңде сөйлегін. Ол шындықты өзді, жатта, ұғыссын, елі тілім енем, елім, ұйытқым, тұнық болсам, тілім менен тұнықмын, ұлық болсам, тілім менен ұлықмын, ұлық болсам, тілім менен ұлықмын. Анкені тіл, ар ұлықтың анықтар, паспорты да, мандаты да, метрикасы ұлықтың. Қылым сөзін қырғыз тілі, қызғалдақтай гүлдөсін, жайып тамыр бұтақтарын, жашашыдай бүрдөсін. Ишқараны керені елеп, ишқарында сайрасын, көршілерді еркін басып, көрнөктірді жайрасын. Бақшылардан байралып, оқу жайда оқылсын, толықтады өз тілінде, тоқтомдар тоқылсын. Телеграф, телефондар, сөйлеп тұрсын қырғызша, ата жұрттың еле тілі, араласын тұрмышқа, желбіреген, желегіндей, қырғыздың жетсін болу асмандағы жылдызға. Akşam
өстүрүп келе жатат. Ошондуктан мен сиздерге Бердибек Жамгырчиевдин "Мен кыргызмын" деген ырын тартуулайм. Бердибек Жамгырчиев "Мен кыргызмын". Кыргыз деген ким өзү? Айбаты коч, ташты жарат мүнөзү. Жүрөгүмдө жанып турган оту бар. Кыргыз эли чагылган бир өзү. Майдалабай улуу жолду баштаган, душман кирсе дайрооп каптаган, өлүмдөн да бийик болгон намысты кыргызмын деп дүйнө элине мактанам. Мен кыргызмын, кыргыз деген жаным бар. Көкүрөктө намысым бар, арым бар. Ак баластын учкунунан тутанган, жүрөгүмдө күйүп турган жалын бар. Бүгүн ыраазы болду кыргызым, мынакей райымде агам ишине. Эмиң 60 жылдык белгилеп, 60 жылдык келди деп, агайын журтумундагы сыйлап келип жатышат. Бүгүнкү келген коноктор буйруса көп кызыкка батышат. Эми баарысы тилек кылууда. Бул Райымжандай агабыз 60 жаштын буйруса дагы 60-ына жетсин деп. Эсенсиздербиң агайын, эсендешип алайын. Элге кече берген кез бүгүн Райымжандай агайын. Эмгегин асыл агамдын мен даң эске эрип, бүгүн сиздерге барктаганга жарайын. Анткени Райымжан агам курманып, ысымың элден ырдалып, кыран агам барында кыргыз тил турат сыйланып. Айтөр далайырдың окуса, кайгылуусун окуса, жашып биз таң ыйладык. Даттасаң эне тилимди биз ар убакта жыргадык. Бүгүн ардактуу ушул адамга агайын кыргыз эл келди, ак батасын ыйгарып. Карасаңыздар, мамлекеттик тил дейбиз, кыргыз тили дейбиз, эненин тили дейбиз. Бүгүн айрымдарыбыз ошол энебиздин, апабыздын 3000 жылдык тарыхы бар, салты бар, санаты бар, санжыргасы бар кыргыз элинин тили сүйлөнбөй калды. Райымжан байкебиз жыргагандан ушунча дүйнө кезип, миллиондогон биздин мекендештерибиз, замандаштарыбыздын өздөрүнө, алардын урпактарына кыргыз тилин, эне тилин, ушулар ушул тилди сүйлөнбөй калбасын, унутуп калбасын деп жер кезип, өмүрү коркунучка кептелсе дагы, кыйналса дагы, кысталса дагы, ушул акындарыбыздын, жазуучуларыбыздын улуу ойлорун, асыл ойлорун элибизге, замандаштарыбызга жеткирели деп жүрөт. Bir dinle bir de böyle gülemin, uyaladın ırmakından çıkmazdan, bayır olup çıluğu ceden tünögün, törtmesedin, törösün bey görümün, taygalansam çığılma dep çöledin, o poezya, canlı sensin süygönüm, can yönümdü, nurlarına bölürüm. Төкмөл жашоодо алпурушма, опол тоодо иш жасап калдыңызга, тил деп күйгөн түйшүктүү ишиңизден түбөлүктүү из калар артыңызда. Ыр окуса Райымжан окусун деп, калайык журт даңк кошот даңкыңызга. Кыргыз үчүн от болуп жалындаган быйыл мына толдуңуз 60-га. 60 жашыңыз узак жашаңыз. Рахмат. Şatlıkta da birimiz, kaygıda da birimiz, bir taburdan kuvat algan yegiz tuğuz birimiz, birimiz yekişimiz koldap süyüp жүрміз. Alatonu alkısa balar bolsa, soğuksun bir kanatı Kazak da, bir kanatı Kırgız. Yegizde de, örüste de birimiz, jengizde de birimiz. Intılakla yiğitin jigin aşmaz şey olturmuz. Tüyenin kosuluk şunday tutaskan bir deli olturmuz. Sen şunşada Kazak şetin
Жан бауырым Қырғыз, жалғаймеsin құдалықты ержіктер гүл қыздар, елге ортақ манас, абай көңілі жұлдыздар, Қырғыздардан асқан туыс болған емес қазақта, ал қазақтай бауыр таба алмайды Қырғыздар. Райымжан Құрбанов деген ысым Қырғыз поэзиясында өзінше бір белгіленіп қалды. Анткени көркем оқу өнерін жайылтуға өзгөчө салым қошты. Анткени көркем оқуны барыбыз окуйбуз, бирок Райымжан Құрбановдун кырааты бөлөкчө. Бул кишинин окуу стили өзгөчө. Бул кишинин репертуарында апа жөнүндө, айыл жөнүндө, ал эмес Италиядагы алышка жөнүндө репертуар кеңири. Мен ылайым ушул Райымжан агабызга Кудай бекем ден соолукту берсин, күнүңүз кардыкпасын. Кыргыз поэзиясынын, кыргыз адабиятынын, кыргыз маданиятынын горизонтунда Райымжан Құрбанов деген ысым өшпөсүн, жана ал көп жылдар элге кызмат кылышын каалайт элем. Бар болуңуздар. Мен кыргызмын түгөн өртү түтөгөн, мен кыргызмын жок болорду күчөгөн, мен кыргызмын, тарыхым бар, тилим бар, мезгилдердин ой шуңкурун түзөгөн. Мен кыргызмын, жөнөкөймүн, улуумун, мертитпеген эшер азат улуумун, кылымдар албап кетер эл бөчүм, кыргызмын мен, эр манаска мугулмун. Ошондуктан кайрылам мен сага, көтөр башты, улутташым, кандашым, көкүрөктө улуу намыс кайнасын, ар бир кыргыз аманаты манастын, хан куму кул кайланып калбасын. Каршы туруп каталыктар ыргызса, качырып келип тарыхтарга турмушка, бүтүндөй бир тилиң эмес улуу журт, бир да сөзүң жолбосун кыргызча. Бүчүрөбөй, көтөр башы жаркылдап, мурчайсың жан дүйнүң алтынча. Sen padişa, padişasın, ottonu beni, padişasın ey kırgız. Ata olurum, tengir bergen, altın tak. Үйрөтпөсө балдарына ийирким, эне тилин, сөз байлыгын маңызын, тукумунун кыйган ошол тамырын. Эне tildi jardı deşek kökürögü jargılar, ene tildi böksö deşek, mesi böksö mangılar. Ene tilim ata jurtun tarıхын, ulu tilin, ulu ruhun jaktırıp, süybөгөндө başka eldi süyöbü, jok, echkimge jasa alбай жакшылык, özüne urmata kars çıgıp, kalgan bardыкын элерди süyöm deş, antkorluk, al karanday, kalpçılık. Bizim Turkiya'dan öpülüyoruz Elçek'in öpülünden. Salamasızlar mı? Ben bir ay oldu Kırgızistan'a geldim. Ama Kırgız dilini Kuday buyursa öğrenemem. Çünkü benimce şunday oylayman, Kırgız dili dünya dilleri içinde en bay dillerden. Мен таушын бір шығармашқа өткөрсөм, мен там құттықтасады. Демек, жақсы тілек қылсаң, бар орындар аткен. Андықтан аздырмын әкеп, алып баршы жігіті Зұлықпан сөз беріп өтіп, барыңар, ушул сөздердің барын құнт қой оқыла. Жақсы тілек қылсаңар, қымбатты жаштар, сіздер дағы, учур келгенде, мезгил келгенде, ушундай сый-урматка ие болосуңар. Акындардарларга жан кирискен Райымжан Құрбанов, кадір болчалар болсын. Аялырда, аялмурда жашасын, жаз жолсоң жаз ақын, азықтанған қарт ақында жашақын. Аял ене, аял қыз, туып алып бар күнібей жадасың. Енеге даңқ, қызға даңқ, жігітсізге айқалышсын ошол салт. Сен аялсың, сен оғы желіненің қызысың. Сен қырғыздың бөпелігін құшысың. Сен жүректің бағысында тұзысың. Сен арысы, сен жүректің уысысың. Сен аялсың, дүйнөдөгү теңдеш жок бийчисиң. Булбул тилин жабылдырган ырчысың. Сүйөп тарсам боягыңды түрүсүң. Сүйүү жасам поэмамды темасы. Суусун камбас, сулуулуктун пирисиң. Ысырсың да, кызырсың, ыйырсың да,
büyüksün, argılsın da, жалғызсың, алысың да, жақынсың. Бақыт емне, ажал емне, иемне, барын жеңген, барын білген батырсың. Жаугерлік, боргерлік, сүю да, бары сенен мынадың. Мына муза, мына лира, сүйіта, мына санят, мына романс, мына гүл, қарағыла, қандай ғана керемет, қарбалмаған симфония тербелет. Аял сенің қасиетіңе, сапатыңа, көркіңе, қандай ода, қандай мода, қандай ғана метафора теңгелет. Әлбетте, еңбек қылсаң, ошон жемішін жейсін дегенде ошолдурун бе. Бүгін әлбетте мен разымын, ошонча элдин баары келип ошол куттукташкандарына толкунданып турам. Даярдандым колдон келишинче. Бирок албетте дагы көп ырлардын баары калып калды. Бирок мындан ардагы элге тартуулай берем. Элдин айланса болот. Силерге да рахмат, силердин телевидениеңерге, жетекчиңерге тыгыз байланышта иштешип атабыз. Буюрса дагы да иштешебиз. Илгери мындай деп атабыз, бир ырчырда анан кийин 20дай кишиге конок болуп, экөйлүккелерди ачабыз. Бул жолу түзүп атканда дагы айттык. Кеңешип көптөштүк, Райымжан экөөбүз. Көбүрөөк өзүңдүн чыгармачылык кечең болуп аткандан кийин көбүрөөк кир окуп, элдер деген сагынып калышты, поэзияны сагынып калышты, өткөн кеткендерди эстеп дегендей да.